Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай шағын сөмке тігіп көрсететін боламын. Іші осындай және шағын қалтасы бар. Осындай сөмке тігетін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге осындай флизелиннің қатты түрі керек. Бұл енді мата сататын жерлерде болады. Флизелиннің қатты түрі. Соны астарлық матаға жабыстырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда екі шеңбер сызылған. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша көлемі. Осыны астарлық матаға жабыстыратын боламыз. Мен ең бірінші жабыстырып аламын, сосын барып қиямын. Өйткені қиып алып жабыстырсақ, көлемін жоғалтып жіберуі мүмкін. Қисық кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші жабыстырып, сосын барып қиып аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңызда екеуін қиып алдық. Енді осыны сызғыштың көмегімен және бур немесе сабынның көмегімен видеодағыдай сызып шақпақ түсіріп аламыз. Бұл не үшін қажет десеңіздер, егер де сөмкелеріңіз бүлініп кіріп болып қалған жағдайда жуған кезде маталар бір-бірінен ажырамас үшін. Бұл біздің дайындап жатқанымыз астары, яғни сөмкенің іші. Енді міне осы сызған сызықтарымыздың үстінен тігіп шығамыз. Прямой тігіспен тігіс жүргізіп шығатын боламыз. Мына сызылған ақ сызықтарымыз кетпейді деп уайымдамаңыздар. Ол тіккеннен кейін кетіп қалады. Не тігіп болдық, сосын артық жіптерін қиып аламыз. Дәл осылай екеуін де істеп аламыз. Бізге енді керегі основной мата, бұл бізде турецкий биллюр. Осыны астармен біріктіретін боламыз. Яғни жан жағын тігіп шығамыз. Тігіп алғаннан кейін барып, видеода қарасаңыздар болады. Тігіп болғаннан кейін жан жағын қиып алып тастаймыз.
Көріп тұрғандарыңыздай екеуін де істеп алдық. Енді осының жан-жағына ені 4 сантиметрлік лентамен көмкеретін боламыз. Егер де видеоны мұқият қарасаңыздар, қалай тігілу жолы анық көрсетілген. Егер менің видеом ұнап, сіздерге түсінікті болып жатса, менің арнама тіркелуді және маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне дәл осылай екеуінде тігіп алатын боламыз. Ендігі кезекте баулығын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ені 4 сантиметрлік ленталар қажет. Астарлық матадан және турецкий бедердан. Менің жағдайымда ені 4 сантиметр, ұзындығы 70 сантиметр болды. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұзын немесе қысқа қылып істесеңіздер болады. Қалған қалай тігілу жолын бәрін видеодан көрсеңіздер болады. Ендігі кезекте мен 4 қабырғасында 16,5 болатын осындай құрақ құрап алдым. Сіздер өз қалауларыңызша құрап алсаңыздар болады. Енді осы құрақты мен қалта ретінде тігетін боламын. Ол үшін астарын көрсетпес үшін құрақты осылай астарлайтын боламын. Қарап отырсаңыздар, видеода бәрі көрсетілген. Бұл қалта ретінде тігілетін болады. Сөмкенің алдыңғы бетіне. Ендігі кезекте бір дөңгелегімізді алып, осыған сызғызатын боламыз. Бірінші сызығымыз
5 сантиметр төмен түсіріп сызамыз. Екінші сызығымыз одан 16,5 сантиметр төмен сызылады. Және де екі жағынан 7,5 сантиметрден алып екіге сызық сызамыз. Сол кезде төрт бұрыш пайда болады ортада. О төрт бұрышқа біз оюды қоятын боламыз. Және ең төменгі сызық, мына жерде мен үлкен қылып сызық қойғанмын. Негізі 2,5-3 сантиметр сызсаңыз болады. Өйстіп екінші дөңгелекке түсіріп аламыз дәл болу үшін. Ендігі кезекте біз осы дайындаған сөмке бөлшектерін бір-біріне құрастыратын боламыз. Видеоны асықпай қарап отырсаңыздар, қалай құрастыру керегі анық көрсетілген. Ең алдымен артқы бөлшектің баулығын сөмкенің орнататын боламыз. Екінші доңғалаққа оюды бірінші орнатып аламыз. Ою жылжып кетпес үшін. Содан кейін барып баулықты орнатамыз. Бұл сөмкенің алдыңғы беті болып саналады. Енді осы екі дайын дөңгелекті бір-біріне қаратып, астыңғы сызылған ең төменгі сызық бойымен түзеу сызық жүргізіп шығатын боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай сопақша шығады. Осы сопақшаны тігіспен бастыратын боламыз. Ендігі кезекте сөмкемізді теріс қаратып аламыз және екі жағынан бірдей қылып қалдырып белгі қоямыз. Және осы белгі мен төменгі бөлігін тігіп шығатын боламыз бір-біріне беттестіріп. Тіккен кезде закрепка беруді ұмытпаймыз.
Ендігі кезекте сөмкеміздің төменгі бұрышын тігетін боламыз. Ол үшін видеодағыдай сөмкемізді майыстырып аламыз және бұрышынан 3 см сызып аламыз. Және де осы сызылған сызық арқылы бірнеше қайтара тігіп өтеміз. Егер де менің видеом ұнап жатса, маған тіркеліп лайк басыңыздар. Тігіп болғаннан кейін сөмкемізді оң қаратып аламыз. Бұндай сөмке тігу сіздің де қолыңыздан келеді. Осындай сөмкелер тігіп үйренгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің каналыммен бірге болыңыздар. Мінекей осындай әдемі сөмке шықты. Келесі кездескенше сау болыңыздар.